Сосын айттым, ей бауырым, ақида ең жеңіл нәрсе ғой. Ақидамен қандай бір шығып жоқ есептейсің. Бұл Аллахқа сенім ұста. Ол болмайды. Умумия бермесең, Аллахқа сенім болсын, бір Аллахқа сену, ияка нағбуду, ияка настаин, ол ақида. Ол неге сен қатты шұқылап жатсың? Не істеу керексің осы ақидаға? Не бітірейін деп жатсың сен? العقيدة وأثرها في الأمة الإسلامية. فأقول لا بد أولا أن نعرف ما هي العقيدة. العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. Егер қазір мен мешітке кіріп келдім де, бір бұрышта қарасам, таблиғ бауырларымыз отыр, бір сопыр бауырлар отырмын. Сол кезде мен оларға бір сопылар екен ғой, бидағатчиктер, таблиғтар деп өзімше кетсем, бұл менің ақидам дұрыс емес екенін көрсетеді. Егер мен оны жақсы көре алмасам, егер мен таблиғ бауырымды жақсы көре алмасам, егер мен сопы барымды жақсы көре алмасам, бұл менің әлі ілімнің толық еместігін көрсетеді. Біз олармен күресіп отқан жоқпыз ғой. Біз Құран мен сүннетке сәйкес келмейтін нәрсемен күресіп отырмыз. Бірақ оның ислам дінін қабылдап таухидты ұстағаны, 5 уақыт намаз оқығаны, оның толық мұсылман екеніне дәлел болды. Оны ешкім мұсылман емес деп айта алмайды, ширк істемейінше. Мұсылман екеніне дәлел. Міне сонда мұсылман екеніне дәлел болатын болса, онда ол біздің мойында хақысы бар оның. Оған сәлем берсе, біз сәлем қайтаруымыз керек. Егер көршім ауырып қалса, таблиғ бола ма, соф бола ма, ауырып қалса, мен жағдайын сұрауым керек. Біз осындай бір әдептер істемегендіктен, олар біріміз еш уақытта тыңдамайды да. Бұл кісі кім дедім? Пайғамбар. Ал енді пайғамбармен бір әулет деп таба салады ма? Бұл не бар, не сұрайын? Мына христианствода бар, ана отпущение грехов. Сопылық жолдарда сондай, ана тәубеден өттің, кешіріп, Құранда жазылып тұрған жоқ па? Ешкім біреудің күнәсін көтере алмайды. Соған қарсы неге шығып тұр? Сондай хадистер бар дейді, білмеймін, түсінбеймін. Осыны надандық па сонша мен түсінбеймін. Бізді кезінде неге сөйтіп алдады? Неге алдады соны түсінбеймін. Сөйтіп күнде сұрайды. Екі жерден кездестім, біреудің күнәсін оқыдым. Енді жақсы, иншалла мен бұл сұрақтарға жауап беретін алдында бір нәрсе айта салайыншы, иншалла. Егер мен мысалға біреуге ұстаздық қылып жүрген, біреуге дін үйретіп жүрген кісіге бір ұстанған нәрсені қарама-қарсы жасасам, оны жек көру деген мағына болмасын, жарай ма? Иншалла, мысалға мүмкін енді бір собылып болса да, оның ар жағында адам тұрады ғой. Негізі қайдан шыққан нәрсе? Бірақ негізсіз нәрселер. Негізсіз нәрселер. Сондықтан біз Егер қазір мен мешітке кіріп келдім де, бір бұрышта қарасам, таблиғ бауырларымыз отыр, бір сопыр бауырлар отырмын. Сол кезде мен оларға бір сопылар екен ғой, бидағатчиктер, таблиғтар деп өзімше кетсем, бұл менің ақидам дұрыс емес екенін көрсетеді. Егер мен оны жақсы көре алмасам, егер мен таблиғ бауырымды жақсы көре алмасам, егер мен сопы барымды жақсы көре алмасам, бұл менің әлі ілімнің толық еместігін көрсетеді. Біз олармен күресіп отқан жоқпыз ғой. Біз Құран мен сүннетке сәйкес келмейтін нәрсемен күресіп отырмыз.
Осы маған бір кісінің ғалымның кітабын әкеліп берген, соны оқып шығыңызшы деп, Юсуф Қарадауи бар ғой. Соны жарайды деп оқыштым, бірақ жақсы жазған кітап екен. Халалмен қарам ба? Жоқ, одан бөлек бір басқа бір осы фиққа байланысты, өзі фақих кісі екен ғой. Соның кітабын оқыштым. Қарадауиді кім ғұлама деп айтты? Мен ол енді жаңағы Юсуф Қарадауидің өзі бір кітабынан оқып шықтым. Келәсидегі басқа кітаптарға. Сол кітабына қарап отырып, оның келтірген дәлелдері, оның несіне қараған кезде, ол кісі шынымен де айтқанда қара жаяу емес екендігіне. Оның өзі екені көрініп тұр. Қарадауиді ғұлама деп айтуға бір-екі кітабын оқыдым, соның дәлелдерін көрдім, сол дәлелдері жақсы келтірген, соған қарап мен қара жаяу адам емес екен деп ойладым деп айттыңыз. Осы сіздің сөзіңіз. Егер де мен сізге мен бір 2-3 жылдай Мысырда оқығанмын, мысалы ғұламалардың кітаптарын білем, анадан ала, мынадан ала дәлелдермен жинап жақсы бір кітап жазып берсеңіз, сіз де мен қара жаяу адам емес деп айтасыз ба? Дәлелдермен жақсы. Жақсы, бауырым былай ғой. Мен бауырым, бауырым. Бірінші тоқтайшы, бауырым, атын кім еді сен? Аман бауырым, аман. Аман, иншалла бетейік, аман. Қазақстанға барайық, сосын алтында сөйлесейік, жүре ма? Ең бірінші вопроста соны не шештік өзі? Юсуф кім болды өзі? Сіздің айтуыңыз бойынша ол енді ғұлама қара жаяу адам емес. Ал ғұламалардың айтуы бойынша ол қара жаяу адам емес, ол бидаға жасаушы адам да. Ал сіздің айтуыңыз бойынша әлі маған бір адамның сөзін айтқан жоқсыз. Қарадауиді ғұлама деп айтқан, я болмаса дұрыс жолда жүрген адам деп айтқан, әлі бір адамның сөзін айтқан жоқсыз. Өзіңіз бір кітабын оқып алдыңыз, шешім шығардыңыз. Ал жақсы, енді қара, бауырым. Сен жаңағы Юсуф Қарадауиді жаңағы кімдер қатарынан мүлдем бидағатшы деп айтты ма, әлде соның өзін осындайсына бидағатқа сәйкес сөздер бар деп айтты ма? Иә, одан сақтандырды. Тіпті Шейх Усайминнің сөзін білемін. Өзіңіз де естіген шығарсыз. Мына Яхуди туралы, сояқта болған сайлау туралы айтылғанда, ол кісінің басын шауып алу керек дейді. Сол сізді естідіңіз бе? Юсуф Қарадауидің басын шауып алу керек. Шейх Усаймин айтты, рахмалла. Шейх Усаймин айтты. Жақсы, болуы мүмкін. Жақсы. Енді байқайық, бауырым. Ибн Баз, Шейх Усаймин деген олар көп фатуа, көптеген шешімдер шығарды, дұрыс па? Шейх Альбани. Енді сенің ойыңша қалай? Альбани, жақсы, жарайды, былай қылайықшы. أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريس، وقد سقط بيريس، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، يعني والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك 4 أو 5 التي نعرفها في بلادنا، 99.99%. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ولكنها الكذب والغش والخداع. نحيي إسرائيل على ما فعله. أعوذ بالله. هذا يجب عليه أن يتوب من هذا، وإلا فهو مبتدع، لأنه جعل المخلوق أعلى من الخالق، فعليه أن يتوب إلى الله. فإن تاب فالله يقبل التوبة عن عباده، وإلا وجب على ولاة الأمور أن يضربوا عنقه. أعوذ بالله. Ақиқатына тағы сұрақ қояды ма? Қазір көп бауырлар бана сізді бана қайдан білім алғаныңызды бана соны білгісі келеді да, қандай цехтардан алғаныңызды, кішкене соны қысқаны сөйлеп берсеңіз иншалла. Жақсы, оны айтып берейік. Енді ол жауап берудің алдында негізі бауырлар кішкене дұрысырақ нәрсемен айналсын. Негізі бұлай кісіні тексеру ол жалпы біріншіден дұрыс емес. Бірінші айлар бойынша. Екіншіден дін тарату кезінде білім біреу бәрі әрекет жасамайды да. Дін таратып жүргеннен кейін ол арқанда бәрі білім болған болады.
қонаққа шақырса баруымыз керек. Бұл бауырларымыз келеді. Егер олардың аузынан да Құран, хадис айтып жатқан болатын болса, айыбы жоқ, тыңдағанның айыбы жоқ. Өйткені ла таңдыру ман қала, уңдыру ма қала дейді. Кімнің айтып жатқанына қарамаңдар, нені айтып жатқанына қараңдар дейді. Не айтып жатқанына қараңдар дейді. Егер олар суннаны, Құранды айтып жатқан болатын болса, онда жақсы, Аллах олардың тақуалықтарын, білімдерін арттырсын дейміз. Сәлақ қалды. Онда ұқсамайтын жерлер де бар екен да. Және олардан араб мушриктерінен мұсылмансың ба десе, жоқ дейді. Қыратын мұсылман дейді. Енді онлай болатын болса, қазақтар мейлі, олар өзін мұсылман есептейді, негізінен қалдырып мұсылман есептейміз, дәлел жеткенше деп бір алатын болсақ, бұл бір тіпті қатты кеткен күннің өзінде де жоқ, бұларға дәлел жетіп қойды, бұлар кафір деп айтқан өзінде, бұлардың күфірлігі кімге ұқсайды? Әхіл китап. Өйткені бұлар кітапты мойындады, түсіңіздер ме? Әхіл китаптың кітапты мойындаған. Кітап егелерінің малы халал болып қалды, түсіңіздер ме? Сол үшін қайсы бір адам Құранды мойындап тұрған кезде намаз оқымайды, нәрсені істеп жатыр, оның сойған малының еті халал болады. Түсіңіздер ме? ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ақиқатына тағы сұрақ қояды ма? Қазір көп боғылар бана сізді бана қайдан білім алғаныңызды бана соны білгісі келеді да. Қандай шейхтардан алғаныңызды кішкене соны қысқаны сөйлеп берсеңіз иншалла. Жақсы, оны айтып берейік. Енді ол жауап берудің алдында негізі бауырлар кішкене дұрыстырақ нәрсемен айналсын. Негізі бұлай кісіні тексеру ол жалпы біріншіден дұрыс емес. Бірінші айлар бойынша. Екіншіден дін тарату кезінде білімсіз біреу бәрі әрекет жасамайды да. Дін таратып жүргеннен кейін ол арқанда бәрі білім болған болады.